Егер сіз Австралияға келуді жоспарлап жүрген болсаңыз, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Мен сізге әлі ешкім айтпаған Австралияға қалай келу керек жайында керемет ұсынысты видеоның соңында айтатын боламын. Мен жалпы өзім Австралияға келгеніме осымен 4-ші жыл болып барады. Осы уақыт ішінде 4 рет Австралиядан шығып, 4 рет Австралияға кірген екенмін. Және де неше түрлі визаларды тапсырып та көрдім өзіме. Және де студент виза, бизнес виза, тур виза, working holiday деген секілді. Осының ішінен ең өзіме қолайлы дұрыс визаны таңдап, қазіргі уақытта осы мемлекетте емін-еркін жүріп, кіріп шығып, және де жұмыс жасап жүрмін. Алғаш келген кезім әлі есімде. Кездейсоқ Австралияның визасына тапсырып, 15 күннің ішінде визам шығып кетті. Содан кейін тәуекел жасап, ешкім танымасам да, ағылшын тілін жақсы білмесем де, осы мемлекетке қарай тәуекел жасап келген болатынмын. Қазіргі кезде осы тәуекел жасағаныма қатты қуанамын, себебі бұл елге келуім арқылы өзім түбегейлі өзгерте алдым деп ойлаймын. Қаражат жағынан болса да, рухани өсу жағынан болса да. Дегенмен бастапқы кезде өте қиын болды. Ешкімді де танымаймын. Және бірінші кезекте менде таныс табу керек болды. Сондықтан қазақтарды іздей бастадым интернеттен. Бірақ мүлдем қазақтар таппадым. Содан кейін интернетке және видеолар жүктей бастадым. YouTube-қа, TikTok-қа деген секілді біреу может көріп, маған хабарласып қалар деген оймен. Сөйтсем, жалпы Австралияда қазақтар өте аз екен. Содан кейін не керек, қазақтар мұнда көбейсе екен деген ниетім болды. Өзімнің тәжірибем бойынша және де YouTube-қа блогтар түсіре бастадым. Сол блогымның арқасында осы Сидней қаласында жұмыс жасайтын, халықаралық жұмыс жасайтын үлкен бір виза агентствоға жұмысқа тұрып та үлгердім. Сол жұмысым арқылы және көптеген қазақтарды студент визаға, тур визаға тапсырып, қазір осы жерде тұрып жұмыс жасап жатқан біздің студенттер қаншамасы бар. Видео ұзақ болып кеткен секілді, негізгі мағлұматты сізге айта салайын. Жалпы мен келген кезде Австралия туралы мағлұматтар интернетте өте аз болған. Қазір интернет ашып қалсаңыз, көптеген мағлұматтар бар, бірақ олардың 80%-ы жарайды. Жалпы интернеттегі мағлұматтардың 80%-ы өтірік. Себебі бұл жерде Австралияның өзінің заңдары бар, өздерінің талаптары бар. Сол талаптарға сәйкес сіз келмесеңіз, ұзақ уақытқа бұл елде жүре алмайсыз. Сондықтан мен сізге дұрыс жолмен қалай келу керек жайында бір ұсыныс айтқым келіп тұр. Жалпы жақында Австралияда жазғы демалыс басталады. Бұл қалай десеңіз, қыстай бұл елде жұмыс жасады адамдар, енді жазда демалысқа шығады. Бұл кезде, яғни жаңа жылға орай, барлығы анда-мында саяхаттап кетеді. Осы орайды пайдаланып, біз визаға тапсырамыз. Тапсырғанда жай тапсырмаймыз. Осы мемлекетте жұмыс жасайтын, арнайы тіркелген, тек Австралияның қалаларын саяхатқа шақыратын компания бар, менің танысым. Сол адам арқылы құжаттар дайындап, сіздің визаңызды тапсырамыз. Бірақ бұл жерде талаптар бар. Тек қана 10 адамға біз тапсырып мүмкіндігіміз бар, себебі бір потокта 10 адам ғана болу керек. Ал оннан жоғары адам алатын болсақ, бұл сенімсіздік тудырады. Сондықтан визаңыз отказ болуы мүмкін. Сондықтан барлығын четкий қылып жасап, тек 10 адамға мықты бір тур виза жасамақшымыз. Сізде мысалы мақсатыңыз жұмыс жасау мақсатында болса, тағы бір талап бар. Сіздің жасыңыз 18-ден 40 жас аралығында болу керек. Жұмыс жасау мақсатында емес, сіз саяхаттауға келе жатқан болсаңыз, онда жас шектеу жоқ. Сіз бір аптаға болсын, бір айға болсын, турмен бұл елге келе алатын болсаңыз, сізге бір апта, бір айға виза бермейді. Сізге бір жылмен виза береді. Сондықтан біз осы орайды пайдалануымыз керек. Сіз бір аптамен турмен келесіз, енді турға қатыссаңыз да болады, қатыспасаңыз да болады, бірақ сізде қолыңызда бір жылдық виза болады. Тағы бір жақсы жаңалық, жалпы әлем өзгеріп жатыр ғой, жасанды интеллект, анау-мынау деп. Бірақ Австралияда бұл керісінше жақсы жағынан өзгеріп жатыр. Себебі бұл жақтағы жұмыстар көбінесе білеміз, қара жұмыстар көп, стройка, анау-мына жұмыстар. Ал енді офиста отыратын адамдарды жасанды интеллектпен ауыстыруға болады. Ал бұл елдегі жаңағы жұмыстар, көбінесе қара жұмыс, анау-мынадар, оларды ауыстыруға келмейді. Сондықтан адамдар тапшы негізінде. Бұрын біз 25-30 долларға жұмыс жасауға қуанатын болсақ, қазір кемінде 40-45 доллармен жұмыс жасайды адамдар. Себебі адам аз, келесі болашақ миллионерлер осы жұмысшылар арасынан шығады деп әлем жоспарлап отыр. Және де 2030 жылы Австралияда Олимпиада болады. Соған орай қаншама мұнда нәрселер салынып жатыр. Енді оларға әрине адамдар керек, жұмыс жасайтын адам керек. Осы орайды пайдаланып қалуымыз керек бізде. Егер сіз Австралияға келуге жоспарлап жүрген болсаңыз, осы 10 адамның ішіне кіріп, визаға тапсырып көріңіз. Осы видеоның астына мен форум қалдырып қоямын. Осы форумды толтыру арқылы және визаға тапсыра аласыздар.
тек қана бізге 10 адам керек. Сондықтан үлгеріп форманы толтырып маған жіберіңіздер. Австралияға жалпы келіңіздер, көріңіздер. Австралия керемет мемлекет, мүмкіндікке бай мемлекет. Бірге дамиық достар, баршаңызға сәттілік.